Бүгін міне бізге 2006 жылы осы Шаян орта мектебін бітіріп, бүгін бізге міне 20 жыл толып отыр. Бүгінгі осы дастарханымыздың негізгі мақсаты, мынау қазақта бір сөз бар ғой, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Сондықтан өткенге құрмет, тіріге міндет дейді. Яғни өмірден өткен кісіге біздер сол артында ағайынды, туысы, жақыны осылай құрметтеп, ас беріп, дұға жасап отыратын бұл мұсылмандықтың негізгі міндеті деп білеміз. Бұл енді өмірден өткен ұстаздарымыз, біздің сыныптастарымыз бар арасында, баршаларына Алланың рахмы болсын, пайғамбарымыздың шапағаты болсын деп, міне осы дастарханның негізгі мақсаты сол. Алдағы астан алып отырыңыздар барлықтарыңыз. Енді қадірлі ағайын, білесіздер, жылдар қаншама жылдар өтсе де, бірақ біздің мектеп қабырғасындағы сәттеріміз бен кездеріміз ол есімізде. Сондықтан бүгін осы ұстаздарымызға ұлағатты сөз беріп, осында отырған біздердің аяулы жаңағы 30 жыл, 40 жылдан бері осы ұлағатты ұстаз қызметін атқарып келе жатқан ағайларымыз, апайларымыз отыр. Негізі, мынау өзі әлемде қарап отырсақ, ең ұлы мамандық бұл ұстаздық екен ғой. Неге? Өйткені бір мемлекеттің президентінен бастап қарапайым жұмысшыға шейін ұстаздың алдынан өтеді барлығы. Мінекей. Сондықтан бұл дініміздің де негізі ең ұлы мамандық дейді, бұл ұстаздық деп айтады. Мұғалім. Өйткені мұғалім деген сөздің негізгі мағынасы үйретуші деген сөз. Енді менің мамандығым араб тілі болғандықтан бұл нәрсені жақсы түсінем, жақсы сезінем, қадірлі ағайындар. Енді барлығымыз үшін уақыт қымбат. Мынау бір сөз бар, уақыт қылыш сияқты дейді. Сен оны кеспесең, онда ол сені кеседі дейді. Яғни уақытыңды әрбір неге өткізіп аласың деген сөз ғой. Сондықтан құрметті ұстаздар, алдағы астан алып отырыңыздар. Баршаларымыздың осы ниетіміз, дұғамыз қабыл болсын Құдай қаласа. Енді мынау қазақта жақсы не бар ғой, ас келген кезде жаңағы бата береді. Сондықтан үлкен кісіден бір бата алсақ. Батагөй ақсақалдарымыз болса арамызда. О жаратқан ием, халқымды даласымен сақта, азаматты санасымен сақта, ананы баласымен сақта, үйлерді үйлер сақта, түзгенді түздер сақта. Көңіліміз суатты болсын, көңілді шуақты болсын. Ат берсең шабыстық бер, ағаш берсең жемістік бер, келін берсең келістік бер. Арғымақ берсең қырақтық бер. Жомарт деген рас болса, осы айтылғанның барлығын әр шаңыраққа үйіп төгіп бірақ бер. Әумин, Аллаху акбар. Мұнафық намаз қылмаппан ағылым ғой ол дейді. Алланың пайғамбарының жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда, мақтан, әуесқой, сайтан ісі қаны біздің нәпсіні тиғанымыз дейді. Осы бір сөздермен бір ағай атамыз енді мынау не үшін тарихта, қазақтың әдебиетінде, қазақтың тарихында Абайдың Шәкәрімнің есімі қалды. Бір қызық. Неге? Өйткені Абай атамыз бен Шәкәрім атамыздың негізгі нұсқалары біздің руханиятымыз екен ғой. Сол үшін де Алланың пайғамбарының жолындамыз деді. Ынтамызды бұзбастық иманымыз. Мына дүниеде енді біз мектеп бітіргенімізге 20 жыл болды ғой. 20 жылдың ішінде азды көпті көргеніміз бар. Осы ынтамызды бұзбастық иманымыз дейді. Мынау ынтаны, пиғылды, ниетті бұзатын нәрселер қоғамда өте көп. Бірақ соны сақтап қалатын нәрсе ол мұсылманның негізгі иман екен. Құрметті достар, ағайындар. Ынтамызды бұзбастық иманымыз, пайда, мақтан, әуесқой, шайтан ісі дейді. Өтірік, жаңағы тек қана менде ғана болса екен деп ойлау, өзгеде болмаса тек қана менде ғана болса екен деп. Пайда, мақтан, әуесқой, сайтан ісі. Өті жаңағы мақтаншақты, көрсе қызарлық деген нәрсенің барлығы не? Бұл енді сайтанның ісі деп тұр ғой. Қане біздің нәпсіні тиғанымыз деп айтады. Сондықтан қадірлі қоқырастар, құрметті ұстаздар, Алла Тағала иманымызды айырмасын.
сол барлық өзі достық, мейірім, махаббат, кешірім, достық деген сөздің астында негізі осы сол руханиятымыз жатыр. Сондықтан осы иманымыздан Алла Тағала айырмасын, бір-бірімізге деген достығымыз, бір-бірімізге деген бауырмалдығымыз, бір-бірімізге деген махаббатымыз, бір-бірімізге деген жаңағы жанашырлығымыз осы дүниеде мәңгі бола берсін. Сондықтан баршамыздың ниетіміз, дұғамыз қабыл болсын. Енді мен бұл енді астың жаңағы осы дастарханның негізгі мақсатын айтып өттім ғой. Өмірден өткен ұстаздарымыз бар еді, сол кісілерді еске алу деп. Сондықтан мынандай бір керемет сөз бар. Өзі Абай атамыздың сөзі бар ғой. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес, менімкін айырылғаным өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Осы жерде қарап отырсақ, шынымен де біздің апайларымыз арамызда ұстаздарымыз жоқ шығар, бірақ олардың рухы, олардың бізге қалдырған білімі, негізі міне осы бізбіз. Сондықтан өмірден өткен кісілердің апайларымыздың Алла алдынан жарылғасын, ниетіміз қабыл болсын. Оларды өлді деп айтуға болмайды дейді Абай атамыз. Неге? Өйткені артында із қалдырды. Артында үлкен. Сондықтан жаңағы адам ұрпағымен мың жасайды деген сөз бар ғой. Бірақ ол шәкіртпен де адам деп мың жасайды. Жаңағы ұстазымыз айтты ғой. Бір шәкіртті жетістігін көрсек, жаңағы мына жақта отырып, соны сол шәкіртпен мақтанамыз, абырой көреміз, еңсемізді тік ұстаймыз көпшіліктің арасында деп. Сондықтан міне бұл ненің арқасы? Әлбетте сол ұстаздарымыздың еңбегінің нәтижесінің арқасында деп білеміз. Сондықтан Алла разы болсын, ол кісілерге жатқан жерлері жайлы, топырақтары қорқа болсын деп Алладан баршамыз тілейміз. Біздің өмірден өткен ұстаздарымыз бар, арамыздан өткен сыныптастарымыз бар. Енді сөз сөйлеймін, көңіл білдіріп, тілек айтамын деген ұстаздарымыз болса, сол сөз кезегін өздеріңізге берсек. Арамызда мектеп директоры, біздің ұстазымыз, ұлағатты Дәулетхан Жылқайдарұлы ағамыздан бастасақ. Қадірлі ағайын, көпшілік, бүгін көпсалалы лицей завода мектебі деп аталған сіздерге ыңғайлы, ал бізге Шайын мектеп лицейі қазіргі атауы. Осы мектепті 20 жыл бұрын бітірген азаматтар өздеріңіз бүгін бас қосып ниет қылып дастарханда отырмыз. Мына жерде бейнеден қазір көріп отырмыз ғой, біздің ұлағатты ұстаздарымыздың өмірден өткен бейнелерін. Ниеттеріміз қабыл болсын. Сыныптас өздеріңізбен бірге оқыған қызының атын атады. Өйткені мен де сабақ бергеннен кейін танып отырмын. Ахметжанова Фарағила деген қыз өте үздік оқитын қыз тұғын. Отличница. Бірақ енді сол уақытта енді себептер болған шығар, жаңағы алтын белгі алып тұр, бірақ мектепте өте жақсы оқыған. Өмірден өтіп кетіп жатқан жер жайлы болсын. Және ұзақ жылдар өздеріңізге сабақ берген ұстаз болған Шекербек ағайды білесіздер. Олас ағайымыз бар, Мырзатай ағайымыз бар, Әлбай ағайымыз бар, Айгөз апайымыз бар. Енді жаңағы бейнеде тұрған Айсанова Марфия апайымыз бастаушыларға. Бәрі де енді бірі ерте, бірі кеш өмірден өтті. Жатқан жерлері жайлы болсын. Бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Бағанада айттық, үлгі болатын, үлгі тұтарлық, қазіргі келешек ұл қыздарыңызға айта жүретін дұрыс бағыт-бағдар деп есептеймін. Сіздер де отбасыларыңызда сол мектеп және ұстаз деген әңгімені дұрыс айтып жүргендіктен біз сол дұрыс ұрпақты өсіріп жатырмыз деп есептеймін. Ол қызымыз мектеппен ұстазды құрметтеп өссе, жаңағы айтқандай елдегі мейірбандық,
елдегі қоғамдағы сыйластық бәрінде содан ары қарай орын алады деп есептеймін. Ниеттеріңіз қабыл болсын, мұрат асыл болсын, өмірден өткендердің жатқан жері жайлы болсын. Рахмет. Келесі сөз кезегін атақты ұстазымыз Сапархан Абайға беруге отырмыз. Өзіңіздің не істеріңізбен бөліссеңіз. Құрметті ұстаздар мен шәкірттеріміз, бүгін ниет етіп өмірден өткен ұстаздарымызға өздерінің үлгі оқыған достарыммен бір қызметуге бағына керек. Бізде Аяқбарова деген апайымыз болған, соның қызы екен. Құран оқытып отыр екенсіңдер, оқытқан құрандарын қабыл болсын. Рахмет сендерге, елеп, ескеріп, сабақ берген мұғалімдерімді жинап, бүгін үлкен дәм беріп отырсыңдар. Әдемі жақсы тілектерді кешке де айта берер. Бүгін енді оқытқан құрандарын қабыл болсын дейміз. Айтқаныңыз келсін. Оғамызда зиярға қой келіп отыр. Сізде ақ-тілегін тыңдайық. Құрметті мұғалім апайлар, ағайлар, құрметті оқушылар, 20 жылдыққа келген біздің түлектеріміз, бүгін қазақта мақал бар ғой, өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Мынау қабыл болсын оқытып жатқан құрандарын, Алла Тағала үлкен сендерге жолдарың ашық болсын, бақыл болсын, мынау артында келе жатқан ұрпақтарыңа осы жақсы ізгі ниеттер тие берсін. Ал енді жағына суретте көріп жатырмыз экраннан. Мына көрсетіп жатқан ағайлардың, апайлардың бәрімен бірге жұмыс істегенбіз. Керемет кісілер тұғын барлығы мінекей. Олар енді бір жамандықтан ешкім ол дүниеге кетпейді ғой. Пешенесіне сондай жазып қойған болу керек. Шекербек ағайдың өзі мысалы не тұрады, үйма жұмыс істеп, тек баланың тәрбиесіне, мектептің ұйымдастыру жұмысына үлкен қомақты үлес қосқан жан мінекей. Керемет кісілер. Олас ағайдың өзіне тұрады мінекей. Ол да керемет кісілер мінекей. Көзін көріп, көзімізге жас үйіріліп отыр, көзімізбен көріп. Мәрпия енді Алла жатқан жері жайлы болсын. Мәрпияның да қандай жақсы біздің мектебіміздің алдыңғы қатарлы ұстаздарының бірі осылардың барлығы. Ахметжанова Бағиланы айтып отырсыздар. Бағила біздің мектептің рейтингісін жоғары көтеріп, алтын белгі иегері атанып, тестілі сендерге үлкен жетістікке жетіп, жоғары ұпай жинап, мектептің жаңағы үлкен қомақты үлес қосып, біздің жаңағы жұмысымызды рейтингімен басталады ғой, білесіздер. Соны көтерген және енді амал еш түрлі себептермен мамасы келе алмай қалған болу керек. Енді папасы, мамасы Астанада. Ал енді мынау сіздер келіп отырсыздар, ұстаздары келіп отыр. Алла осы әруақтардың жатқан жерлері жайлы болсын. Алты пеш, алты кеш болсын. Біліп істеген, білмей істеген күнәлар болса кешіре көрсін Алла Тағала. Аман болайық барлықтарыңыз. Сіздерге көп рахмет. Осындай дастархан жайып, Құран бағыштап жатқандарыңызға сіздерге мыналық істер едім. Аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Абу Райхан Мұхаммад ибн Әл-Бируни деген жалпы енді біз оқыдық қой, негізі геометрияда, астрономияда сол кісінің енді есімі аталды ғой. Сол кісі өзі мынау математиканы өте терең зерттеген. Сондай мынау қазіргі Өзбекстан дейміз республикасында сол жерлерде дүниеге келіп, сол жерде жерленген кісі екен да. Сонда бір қызығы есіме түсіп тұрған нәрсе, сол кісі мынау қарттық шағында бір формуланы шеше алмай, сол ауырып жатады. Сол кезде сол кісінің өзінің бір мұғалімі, ұстазы келіп қалады ғой, енді жаңағы жағдайын сұрайын, көңілін сұрайын деп келіп қалады. Сонымен әлгі кісі өзінің шәкіртінің жағдайын сұрап қойғаннан кейін әлгі шәкірті бірден жабыса кетіп, ұстаз дейді, мына нені формуланы бірге отырып шешейік.
деп сөйтіп жаңағы не істейді, сол формуланы шешеді. Сөйтіп формуланы шешіп, сосын жаңа ұстазы шыққан кезде үйден бір дауыс шығады деп айтады. Сонда әлгі кісі жан тапсырған екен. Сонда қарасаңыз, өзі өлім аузында жатса да, сондай тарихқа ізі қалған, аты қалған ұлағатты ұстаздар дейміз, осылай жаңағы есімі қалған екен. Сондықтан біздің де ұстаздарымызға мың алғыс. Енді ұстазға құрмет, шәкіртке міндет. Ұстазға құрмет болу, шәкіртке міндет, ол бізден екен. Келіңіздер, үлкеннен бастап ас келе жатыр, үлкен ас. Астан алып отырыңыздар. Енді бір басқа астан алып отырыңыздар. Арамыздағы мұқтар ағайымызға бір жылы лебізіңізді білдіріп, біздерге өзіңіздің шәкірттеріңіз, оларға бір жылы сөз айтсаңыз. Құрметті ұстаздар, құрметті түлектер, 20 жыл бұрын бітірген құрметті қонақтар, бүгін керемет іс-шара болып өтті. Шаян жалпы мектебінде оның куәсі болдық барлығымыз. Енді оның соңы мінекей аруақтарға Құран бағыштаумен жалғасып жатқан жағдайы бар. Үлкен рахметін айтқым келеді осындағы мектептерге, түлектерге. Себебі Құран деген өте керемет нәрсе. Ол жолын ашып жүреді, кәсібін ашып жүреді. Сол үшін аруақтарды да ұмытпағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Мынау слайдтан көріп отқан кісілердің барлығымен біз бірге мектепте істеріп кезінде. Ішінде біздің жаңағы Гүлшара апайымыз да жүр. Ол кісі мектептің тазалықшысы тұғын. Жалпы жаңа маған дейінгі айтқан кісілердің барлығының сөзіне қайталамай қояйын. Айтайын деген ниеттерің қабыл болсын, дендерің сауап болсын. Мынау осындай үлкен ұжымды басқарып отқан Дәулет ініміз, оның қарамағында жүрген әріптестері, орынбасарлары, ұстаздарына барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Бұл 20 жылдық деген өте керемет нәрсе. Алла бұйырса 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдыққа аман есен жетіңдер. Әрқайсының отырған орындарың жоғалмасын, мен солай деп тілеймін. Ал өздеріне сабақ берген мынау ұстаздар дендері сау болсын, ауырмасын. Ат терлетіп сапаған Зиягүл апайлар қаладан келіп жатыр. Рахмет ол кісілерге. Не айтамын? Кәсіптеріңе береке берсін. Қызметте абыройлы болыңдар. Мынау отбасы деген үлкен мемлекет. Осы отбасыларың аман болсын. Өмірге әкелген ұл қыздарың аман болсын. Соларға жақсы тәрбие беріңдер. Мен осында біраз жігіттермен мақтанғым келеді. Көбісін ұмытып қалдым енді айтып өтіңдер. Мынау көз алдымызда жүрген мысалы ұландар, дәулеттер, мысалы алмастар, әлібектер. Мен осылармен мақтанамын, қалғандарын айтпады деп ренжімеңдер. Осылар тек қана осылардың жолын берсін. Тек қана өздерінің жағдайларыңды ойлай бермей, осындайда жағдай жасап, өздеріңнің жаңағы ұшқан ұяларға бүгінгі әперген лед экрандарың
өте құтты болсын. Өздеріне кейінгі жас буындарымызға жарай берсін. Деніміз сау болсын, ниетіміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын. Рахмет. Ал енді мынау келесі сөз кезегі өзіміздің 11-ші әс сыныбының жетекшісі Қосуақова Құрмангүл апайымызға беріледі. Өкілеріміз мына бүгінгі еліп отырған ас дейді ғой жаңағы өмірден өткен ұстаздарыма және сыныптастарыма қабыл болсын. Жаңа апай айтып той бөлімі салмай тұрып айтып, мен осы мектепте 40 жыл еңбек етіп, сенеткерлікке шықтым. Сол 40 жылда осы кісілердің барлығы менде қызметтес болды. Бұл өмір әрине осындай еске алып, бірінші кезекте құран оқытып, жаңағы құран бағыштап, еске алып отырғандар әрине Алланың жазсын дейміз. Және жаңағы сыныптастарым керемет қызмет бағила, керемет дәрігер болатын, жаңағы өмір жолы қысқа болды. Бұл кісілерінде жатқан жерлер жайлы, топырақтар қорға болып, алды өздеріне еш ұрпақтарға кеш болып, бір-біріне істеген күнәларын Аллах кешіріп, мына артында беріліп жатқан Құдайы астарыңыз қабыл болсын дейміз. Өмір жолдарыңыз ашық болсын. Әр шақырақта тек қана қуаныш орнатып, 20 жылдық кездесулерінде келесі 30 жылдық кездесулерге жалғаса берсін. Алла ниеттеріңізді қабыл бұйрықтарыңызды асыл етсін. Рахмет айналайын. Ал енді мынау көп сөйлеп кетті деп айыпқа бұйырмаңыздар. Бұл жерде енді апайларымыз алыстан ат терлетіп келіп отыр. Біреу Алматыдан, біреу Астанадан. Сондықтан бір кішкене естелік айтамын деп келіп отқан апайларымыз бар. Соның тағы да бірі, әрі бірегейі 9-шы вагон сыныбының жетекшісі болған Жақыпова Майра апайымызға келесі еске алу сөзін береміз. Баршамызға қайырлы сәлем. Өткен дүние, өткен кісілер, өткен апайшылар, ұстаздар, қаншасы соншалықты жақсы өмірден өтіп кеткен. Соларға арнап өздеріңіздің бар екендеріңізді білдіріп, ел екендеріңізді білдіріп, азаматтық қатарға қосылғандарыңызды білдіріп, осындай дүние дастархан жайып дұға тілек арнап отырсыздар. Сол мұра тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Бұл кісілер айтты деп айтпасын, бірақ тірілермен тірілмен екен ғой, осы күнемен бұл кісілер. Біз арқылы ол кісілер тірі. Оларды біз есіне шығармаймыз. Бұл кісілердің әрқайсының отбасында олардың орны да толмайды, есіне кетпейтін азаматтар осы күнемен бұл кісілер. Олардың отбасы болмасақ та, біз сол кісілермен бірге сабақтас болып, немесе сабақ бердік, немесе әріптес болып, бір ұжымдар. Сондықтан ол кісілер осылай әрдайым жүрегімізде сақталады. Ал енді сіздер 20 жылда келіп, бүгін естеріңізге алып, осындай ұстаздарымыз өтті, досымыз Бағила өтті, деген ниетпен келгендеріңізге мен соншалықты қош көріп, сондай ризалық сезімде отырмын. Енді сіздерге көп кісілердің тәрбиесін көрдік қой. Бізде бірден осындай зейнеткер болған жоқпыз. Осы мектеп басқарған қанша директор зауыт жағдайлардың тәрбиесін көрдік. Соны кейін апайға айналдық. Міне қазір зейнеткерсіз, бірақ сіздерге бәрінен де жақыны, сіздің қатарыңызға отыра алмаған, келе алмаған Бағила қызыңыз, Бағила достарың. Енді бұл қыздың мамасының өзі айтулы ұстаз еді. Айтулы республикаға танымал кісі.
Ал қыздың өзі де сондайлық үміт күткен оқушымыз еді біздің Райла. Оның білімділігі ол бір пәннен емес, барша пәннен ол солай еді. Соншалықты үздік білімді, үздік ақыл парасатты бала еді. Енді ол кезде бір алтын медаль алмады деп жаңа бір кісі айтып қалды, ол алтын медаль деген ол кезде болмайды. Алтын медаль дегенді жойып жіберді де, үкімет пәлен жыл үздік аттестат берді. Үздік куәлік берді. Сондай аттестаттың үздігі болған осы балаларымыз. Сондықтан сіздер әлі естеріңізден кетпейді. Ол Бағила мамасы Нәбира апай менің де досым, сырласым жинап дегенде. Сондықтан соған арнаған дұғаларыңызды Алла қабыл етсін. Мен көп ұзақ сөйлегім келмей жатыр. Сіздердің өздеріңізге жолдарыңыз жарқын болсын, жүректеріңіз ашық болсын. Сіздерге ата-ана болыңыздар. Біз сіздерді өздеріңіз сендер қазір балаларыңды қалай жақсы көресіңдер. Соның амандығын тілейік бала-шағаларыңыздың. Біз сіздердің амандықтарыңызды тілейміз. Сондықтан әрдайым амандықта жақсы күнде кездесуді Алла нәсіп етсін. Құранда емес, жақсы күнде. Рахмет апай. Сыныптастардың ішінде еске аламын, бір ауыз тілек айтам деген жігіттер болса, үн таяқты ұсынуға дайынбыз. Ал мынау құрметті ұстаздар, қадірменді класстастар, достар, мынау жаңа енді үлкен ұстаздарымыз, апайларымыз айтып өткендей, мына дүниеге өткен әрбір мына жерде ұстаздардың және класстасымыз Бағиланың жалғыз бұл мектепке ғана емес, жалпы осы елді мекенге, ауданға әрқайсысының келіп, жеке еңбегі сіңген осы ауданымыздың абыройына өздерінің үлес қосып кеткен азаматтар, осы елге пайдасын тигізіп кеткен азаматтар ғой енді. Сол кісілер жатқан жер жайлары болсын, топырақ торқалы болсын. Сонымен қатар мынау 20 жылдық деген жалпы есеп беру ғой. Осы мектеп бітіргені әр оқушы, әр бітіруші, әр осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде жұмыс істеп, осы мектептен алып шыққан тәрбиесін, білімін пайдаланып, естеліп жүрген осы елге келіп есеп беруге санаймыз. Сондықтан осы күнге жеткізіп отырған Аллаға сансыз шүкірлер мен марапаттар болсын. Мына ниет қабыл болсын. Барлығымыз амандық қойып, амандық, жамандық жеген. Сондықтан Аллах Тағала ең алдымен баршаңызға, отбасыларыңызға амандық берсін. Ниет қабыл болсын. Амин. Бәрекелді, ниет қабыл болсын. Енді мына жерде ұстаздардың арасында мен бір ауыз айтам дедім, естелігім бар еді деген кісілер болса, үн аяқты беруге дайынбыз. Кісілер бар ма? Гүлнар апайымызға береміз. Құрметті көпшілік, міне ұстаздар отыр, оқушылар, міне көргендіктеріңді білдіріп, бүгін Құранды оқытып отырсыңдар. Мына жерде ағайларымызды, апайларымызды көріп, көңіліміз босап, жатқан жерлері жайлы, топырақтар торға болсын деп білген дұғамызды оқып отырмыз. Тұрғожина Зәуре менің подружкам тұғым. Подружка дейміз ғой енді, жолдас қызым. Мына жерде көріп, Айгөз апай қалай, сондай жақсы кісілерді Мархабат апай, ерекше ғой, мына жерде тұрғанның бәрін біз білгенбіз. Сол кісілердің енді жатқан жерлері жайлы, топырақтар торқа болсын. Мына құрметті шәкірттеріміз біздің. Сендердің бүгін дұға тілектерің қабыл болсын, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Өсіп, өніп, марқайып, өстіп жарқырап, 30 жылдыққа, 40 жылдыққа келе беріңдер. Жолдарың ашық болсын. Бастарында бақтарың, жандарында жарларың, жан жақтарында балдарың жүрсін.
қабыл болсын. Ал енді көпшілік тамақ ішіп болып қалса, біз соңғы бір екі еске алу сөзін беріп жіберейік, содан кейін матамен бәрін қайырайық. Мынау енді ортамызда жаңағы Бағила деген кластасымыздың анасы келе алмады, бірақ сол кісінің туыстары келіп отыр екен. Арнайы сол кісілерге бір ауыз еске алу сөзін беріп жіберейік. Саламатсыздар ма? Қымбатты біздің ағайларым, жолдастар, ағайлар. Бағила деген қыз бұл дүниеге сыймай кетті ғой. Қандай қыз еді ол? Алтындай қыз еді ғой. Ата жылдар жылдай курсқа қабылданған. Жолдастарын қалай сыйлайтын еді ол? Облыста тапсырдыңдар ғой, мысалы үшін өзінің ұрпақтарын. Бірінші өзі шығарып да, жолдастары жол күтіп отырады. Солардың бәріне жауабын ақырып, сол келеді да, әшейін уақыт жүрек жарып. Сондай алтын қыз еді ол. Ауаның кісіге фотограф сонда кейбір кісілердің салғырттығынан енді ерте болса кетіп қалды ғой. Ол ерелер керемет дәрігер болатын еді ол. Ол жағынан түсінетін ешқандай қайтпасы мына кездеспей қалып болсақ, көтөбе деген жерде тұрды ғой. Қар жауып, боран деп тұрған кезде, жаңағы Құттайбыз ол хабар мен мамасын ұрсаттым. Мен Құттайбыз бармен осында өзің мұғалімді үйретіп алсын деп, өзі апайларысын да апайларын ғой. Сол жаңағы жіберетін. Мынандай боранда қасқыр шығып жүріп, бармаңдар шетін тоғын. Сондай бұл қыздары да, балдары да, жаңағы біздің сіңліміз нәбира да сондай еңбек көріп, білім десе берілген жандар еді. Әттең Бағилашымыз дүниеге сыймай кетті, одан ғажа деген қыз. Оның барлық күлмен бітірген, алтынмен бітірген мысалы үшін азаматы. Сондай үлгілі семьяда шыққан. Енді рахмет сіздерге осы мектептің ұжымына, апайларына, ағайларына рахмет айтамыз. Өмір жастарын құрсақ болып, осындай жас бола берсін. Еске алып тұрғандарына рахмет. Бағиланың әпке туысы келіп отыр екен сол кісіге. Құрметті бүгінгі 20 жыл бітірген түлектер, жастар, бүгінгі беріп отқан астарын қабыл болсын. Жаңағы айтады ғой, тірі баймай, өлі разы болмай тірі баймайды деп, бүгінгі беріп отқан астарын тағы да қабыл бола берсін. Мынау Бағиланың нағашы әпшелері боламыз біз енді. Нәбира өзі келе алмағаннан кейін Аманжол бізге өтініш жасады. Біз енді Нәбираны жалғыз қалдырмаймыз ғой. Ол Нәбираның өзі кезде де қасынан серік болып келер еді. Енді мына алтын қызға Нәбираның өзінің жүрегі жақты өлеңі бар. Соны оқып берейін шамам деген. Дүние жалған ойландырды көп мені. Кейде тағдыр бақытымды шектеді. Талай жылдар зулап өте шығыптау. Алтын қызым бұл өмірден өткені. Әр қылығы, әр табысы есімде. Бағилажан бастап кешін көшінде. Алтын қызым еске түсті биылғы достарының 20 жылдық кешінде. Дүниеге келді қызым жаянда. Білім үшін кезінде жоқ аянған. Мектепті де үздік болып бітірді. Уақытта жылыстаны баяулар. Алмаш пенен Рабиға бай баптады. Бастауышта көп ғылымды жаттады. Құрмангүл апай одан кейін қолға алып, білімге деген құштарлығын сақтады. Сабархан мен Зиякүлдей ұстаздар қамқор болып, қызым жақсы оқып еді. Шәкірттерін осы күнге жеткізген, тәлім берген ұстаздарға рахмет. Бағилажан ару еді зерделі, беспен оқып жас қырандай өрледі. Өз мектебін қызылменен бітіріп, жоғары оқу орнынан қол сермеді. Орындалып бала күнгі арманы, білім жолын академияда жалғады. Медицина факультетін бітіріп, қызыл диплом алып ұстай саңғады. Әрқашанда үздік болды білімде, жүруші еді мейіріммен күлімдеп. Егер ажал әкетпесе түгерде,
көрінді. Мамандығын терең білген жақыннан бола білген жас болса да ақылман. Достарына мың алғысты айтамын, еске алып осы асқа шақырған. Білімің болса, бірлік болса арта берер берекең. Достың көңілі шалқып жатқан көп екен. Айналайын құрдастары қызымның, құтты болсын 20-лық мерекең. Өткен шақты еске алып ояндым. Барлығында шәкіртсіңдер аяулы. Бірліктерін берік болып мәңгілік. 100 жасаңдар өрендері шаянның. Деп өзінің жүрек жарылы сәлемдемесін жеткізді. Қабыл болсын мейлердің, құрандарын. Амин. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Жақсының ат өлмейді, ғалымның хат өлмейді деген Бағила құрдасымыз өте жақсы қыз еді. Жатқан жер жайлы, топырағы торқа болып, бүгінгі оқытылған құрандар қабыл болсын. Ал енді мынау сөз соңында бізден 1 жыл бұрын мектеп бітірген ағаларымыз келіп отыр, және бізден 1 жыл кейін оқыған інілеріміз келіп отыр. Сол мынау бүгінгі түлектерді сыйлап келіп отырған осы қонақтарды ортаға шақырса, содан кейін жаңағы Құранға кезек береміз. Ал құрметті ұстаздар, 2006 жылғы түлектер, бүгінгі Құран ұстаздарға, сыныптастарыңызға дұға тілектеріңіз қабыл бола берсін. Ал қосарым жоқ, ұстаздар бағана жақсы тілектері айтты. Бізде үрдіс бар енді. Бізден жоғары жақтан ағаларымызға беріп, осылай бір эстафета деп айтады екен. Соны қайсыңызға тапсырамыз? İşlerimizde Ахан деген досымыз бар еді, алыстан ат терлетіп келіп отырған. Кел Ахан, бері қарай бүрмен мына жігіттердің эстафетасын қабыл алып. Құтты болсын. Бәрекелді. Ал енді 89 жылғы жігіттердің ішінен Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар және 2006 жылғы түлектер. Мына бүгінгі оқытылып отырған құрандарыңыз Алла Тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Расында да экранда көріп отырған ұстаздар ұлағатты. Жатқан жерлер жайлы болсын. Мынау тасыстардан да жайлы болсын. Құдай қаласа төрт көздеріңіз түгел болып, алдағы 30 жыл болсын, 40 жыл болсын, төрт көздеріңіз түгел болып, қосылып жүре беріңіздер. Расында да әйелді ұстаздарды көріп өте қуаныштымын. Аман болыңыздар, сіздер де дендеріңіз сау болсын. Мынау рахмет шақырып, көрсетіп, дастархандарыңызды шақырып. Рахмет, сіздерге де осындай 20 жылдық жұғысты болсын, төрт көздеріңіз түгел, аман есен, бас қосуды нәсіп етсін. Ал енді мынау барша осы Құранға жиналған көпшілік сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, осында бізге ниеттес болып, тілектес болып, ақ жарқын тілектеріңізді білдіріп жатсыздар. Үлкен рахмет, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, істеп жатқан кәсіптеріңіз бейнеттің зейнетін көріңіздер. Құдай қаласа 100 жасап ғасырдың құрдасы болыңыздар. Ал келесі кезекті батаға берейін, рұқсат болса. Амин. Ақ қарасын қыдырдарсын, кетпес тәуел кең бейіл берсін. Осы Құранда отырған барлық кісілердің үйлерінде тек қана жақсылық болсын, ауызбіршілік болсын, бала-шағасы аман болсын. Оттың басы ошақтың қасы дегендей. Мынау бүгінгі Құранымыз қабыл болсын. Тек қана жылдан жылға аман есен жетуімізге Алла нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Рахмет, қабыл болсын. Бұл Құранды оқитын біздің ортамызда өзінің сыныптасымыз Нұр Мүбәрак университетінің шәкірті, ұстазы Фархат бауырымыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Asarkan Koreya kişilerinde hakkında keşirdi Allah. Özge gana huşu kılamız sözüne gana jadet dileyimiz. Жаратқан ең осы оқылған Құранның сауабын арнайы ізгі ниетке қол жайып отырған баршамыздың өмірден өткен ата-бабаларымыздың рухтарына бағыштады. Арнайы атап айтқанда ардақты біздің ұстаздарымыз өмірден өткен Көкбаев Әлен ұстазымызға Ниятов Дүйсебек, Әзизханова Марфия, Жакупов Шайырбек, Өтенбеков Мырзатаев рухына Исалиев Құрал, Әбілбек Әлібай, Өтегенов Қосаев, Сұлтанбекова Махаббат, Ильясов Шекербек, Сопбекова Оласбек, Қойбағарова Айгөз ұстаздарымызға және де біздің сыныптасымыз өмірден өткен Ахметжанова Бағиданың рухтарын арнайы бағыштады. Баршасы Алланың рахмында, пайғамбарымыздың шапағатында болайық. Осы оқылған Құранның нұрыменен ол кісілердің жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болайық. Жаратқан ием артында қалған ұрпақтарына, жақындарына, туыстарына, бауырларына хайырлы ұзақ ғұмыр бер. Жаратқан ием осында қол жайып отырған әрбіріміздің отбасымызға, осында қол жайып отырған ұлағатты біздің зейнеткер ұстаздарымызға, біздің сынып жетекшілерімізге, осында отырған барша достарымызға, баршаларының Алла Тағала ниеттерін қабыл ет. Әрбіріміздің отбасымызға Алла екі дүниенің бақытын, абыройын, жақсылығын, қуанышы мен байлығын нәсіп қылсын. Жаратқан ием дастархандарымыз жақсылыққа, қуанышқа, шаттық пен тойға жайылуын Алла баршамызға нәсіп қылсын. Баршамыздың тілеген дұға тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл болғай. Аллаху акбар. Қабыл болсын.